Күні ертең Риядта жартылай ауыр салмақтағы абсолюттық чемпион анықталады. Ол Артур Бетербиев пен Дмитрий Биволдың арасындағы шайқас. Бүгін біз олардың соңғы сөздерін тыңдайтын боламыз. Ал сіздермен Сол Идея арнасы. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Сенің дінің ислам екенін білемін. Дін сенің өміріндегі маңызды бір бөлшек. Және осы Арабияда діни елде сенің өміріндегі ең маңызды жекпе-жек өтеді. Сенде бәрі жақсы ма? Менің ойыма кіріп көрмеген осы Сауд Арабияда өнер көрсетемін деп. Бірақ бұл орындалды. Сенің дінің, сенімін осы жерге дейін жеткізді десе бола ма? Білесің бе, мен бұл жерге бокстасуға келдім. Мен ешқашан дінді спортпен араластырмаймын. Мен бұны араластырғым келмейді. Дін деген дін, ал жекпе-жек ол жекпе-жек. Сені түсіндім. Ал дисциплина, тәртіп жайлы айтатын болсақ ше? Дисциплина? Бар. Мен жай мән бермеймін ондайға. Дмитрий Биволды 1-10-ға дейін бағаласақ, оның жылдамдығына қанша қоясың? Менің қарсыластарыммен салыстырғанда ма? Жоқ, 1-10-ға дейін баға берсен, жылдамдығым. Жылдамдығым ба? Білмеймін. Бұл сұрақ менің зерттеуімді қажеттілік ететін секілді. Сен Дмитрий Биволды зерттемедің бе? Дедім, бірақ оның жылдамдығын зерттемедім. Және де 1-10-ға дейін баға бермедім. Сіз Дмитрий Биволға қараған кезде, оның стиліне, оның мансабына қараған кезде, қаншалықты сіз оны зерттедіңіз және онымен шығатыныңызды сездіңіз бе? Білесің бе, біз үйрендік кейбір нәрселерді оның жекпе-жегінен. Бірақ біз нақты не екенін айта алмаймыз, не дайындағанымызды айта алмаймыз, бірақ дайындадық. Біз бір нәрсе дайындадық. Бұл сен мансабындағы ең ауыр жекпе-жек десе бола ма? Мен бұны тек жекпе-жектен кейін ғана айта аламын. Сен үшін барлық белбеуді алып, өзіңнің салмағындағы ең мықты боксер болу қаншалықты маңызды? Бұл мен жаман емес боксермын деген сөз. Ғафу өтінем. Мен жаман емес боксермын деген сөз бұл. Сені ешкім жаман демейді. Сен өте керемет рекорд жасадың. 20 жекпе-жек, барлығы мерзімге дейін. Дмитрий Биволмен де ерте бітірейін деп жатырсың ба? Мен нокаут жайлы ойламаймын. Мен тек жекпе-жек жайлы ғана ойлаймын. 100% дайынмын. Егер болашаққа сығалап қарап көрсек, сенде барлық белбеу бар делік. Арғарай не болады? Ол жайлы ойландың ба? Жекпе-жектен кейін айта аламын. Егер де менің еңбегім ұнап жатса, Мағжан секілді біздің арнамыздың дамуына кез келген қаражатты осы Каспий карта номеріне жібере аласыздар. Ол үшін переводыға кіріп, карта деген батырманы басып, сол жерге осы нөмірді енгізсеңіз болғаны. Алдын ала алғыс айтамын. Қазақ бауырларыңызды қолдап жатқандарыңызға мұнда бір алғыс. Қалың қалай, Дмитрий? Қалайсыңдар, жігіттер? Менде бәрі жақсырақ. Сенен осыдан бұрын болжам сұрады, сен айтқан жоқсың оны. Артурдан да сұраған еді, ол да жауап берген жоқ. Неге жауап бермейсіңдер? Болжамдарыңды неге айтпайсыңдар? Себебі екеуміз де білеміз, бір Құдай біледі не болатын. Біз тек қана дайын бола аламыз, сене аламыз, жақсы еңбектенеміз, өзіміздің дағдымызға сенеміз. Армандаймыз, бірақ болжам жасай алмаймыз. Мен жай ғана өтірік айта алмаймын, болжам жасап. Кім жеңетінін айта алмаймын. Өзімнің қолымнан келетінін бәрін жасаймын тек. Артындағы көрініске қарасақ бір керемет, барлық графика, дизайн. Осы бейнеге түскен қаншалықты саған ұнады және боксты Голливудқа қашан айырбастайсың? Шынымды айтсам, бұл тәжірибе маған өте қатты ұнады. Біз 3 күн Словенияда болдық. Осы бейнені түсіру үшін. Мен рахат алдым бұл жұмыстан. Және актерлық жұмыс қиын екен. Бұл бір керемет тәжірибе болды. Масайып, адамдарды жұмсап, кофе әкел деп сөйткен боларсың. Жоқ.
Мен өз кофемді өзім әкелдім. Кейде әкеліп тұрды адамдар. Біз бұдан бұрын Эдди Хёрнмен, промоутермен сөйлескен едік. Ол сен алғашқы бастауын жақсы болу керек деді. Бірінші раундтарда очко алып. Сен бұл жайлы не ойлайсың? Қалай бастау керек маған дейсің? Алғашқы раундтарды жеңіп, ұпай жинау керексің дейді. Білесің бе, менің миымда барлық ұпайды жеңу керек деп ойлап тұрмын. Босансып, ұпайларды беріп қойып, олай жасай алмаймын кейбір раундтарды беріп. Бұндай жойқын соққысы бар қарсыласпен мен бүкіл назарымды аударып жекпе-жекке шығу керек. Былай айтқанда сен кез келген қарсыласпен бүкіл күшіңмен шығу керексің. Иә, менің ойымша, жекпе-жектің екінші жартылай шегі қауіпті болатын секілді. Себебі Бейтербиев Биволды асықтырып, оны шаршатуға тырысады, көбірек қимылдатып, одан кейін өзінің күшін қосатын секілді. Бұл менің ойым. Бейтербиевтің көзінше қалай көретін. Сен Бейтербиевтің қанша жекпе-жегін көрдің? Барлық жекпе-жегін көрдің бе, немесе кейбіреуін ғана? Көп көрдім. Мен өте көп көрдім оның жекпе-жектерін. Барлық жекпе-жектердің ұқсастығы ол басынан бастап қысым көрсетеді. Сен айтқандай, иә. Ол басынан бастап прессинг көрсетіп жатады, сосын мен бұны оның көп жекпе-жектерінен көрдім. Енді ең маңыздысы сол қысыммен қалай күресейін деп жатырсың. Бейнелерді көріп, осылай жасайым дедің бе? Иә, солай жасадым. Осы жаққа қашам деп. Бірақ білесің бе, сен көп нәрсені айта аласың, бірақ та шаршы алаңға шыққанда сен бәрін ұмытуың мүмкінсің. Және де бұл ең басты бөлік, білесің бе? Маңызды бөлік сен өзіңнің жоспарыңды жүзеге асыру. Жай ғана жоспар құрып емес, оны жүзеге асырып білу. Және де ертең көреміз, кімнің жоспары жүзеге асатыны жайлы, менің бе немесе Бейтербиевтің бе? Және бұл өзіме қызық. Кімнің жоспары жүзеге асады? Ал сіздердің ойларыңызша, кімнің жоспары жүзеге асады екен? Ертең мәлім болады, ал сіздер әзір өз ойларыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Қазақ бауырларыңызды қолдап, лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған сол идея арнасы. Жақсы жаңалықтарда жүздескенше. Сау аман, саламат болыңыздар. Аударып біттім.